Армысыздар канал тыңдармандары, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа әңгіме Құдықтағы көмбе. Бұл отбасынан береке көптен бері кетті. Үйдің басты иесі Әнес 2 күннің бірінде ішіп келетін шығарды. Сау күннің өзінде ұрдажық мазасыз мінезіне үй ішіне мүлде мез ететін. Қараптан қарап отырып айналасындағы ұсақ текке араласып, өз дегені болмай қалса жасөспірім балаларына қосылған бері үйдің ыстық суығына күйіп келе жатқан әйелі Көмісайға қол жұмсайтын, аузына әзәзіл арақ дегенде не оңсын. Ол ішіп келген күйі үйде міндетті түрде бүлік бастайтынын білетін кішкене ұлдары тығылып қалатын. Ал ең үлкен ұлы әкесін мүлде анық жақтырмайтын. Естияр Көмісайға: "Апа, барлық жастардың барып жұмыс істеп жатқан жері ғой. Қалаға кеткім келеді. 2 қолға бір жұмыс табылар. Тұрғым келмейді бұл үйде. Сендер де менімен бірге жүріңдерші. Бәріміз кетіп қалайықшы осы үйден" дейтін. Сенікі дұрыс дейін. Ал мен әкелеріңді бұл жерге қалдырып қалай кетемін? Ел не дейді? Ағайын туыс не дейді? Әнесті бүгін ғана көріп отырған жоқпын. Шыдап келем ғой. Тағы да шыдайын. Оның түзелмейтінін де білем. Мінезі көрде түзелер енді. Қайсымыз бұрын өлетінімізді қайдам? Мен бұрын өліп кетсем, әкелерің сендер әкелеріңді керек қылмай, быт-жыттарың шығасындар ғой әлі дейтін. Көмісай сабырлы қалып сақтап. Көмісай Әнестен көп жас кіші. Бұрын Әнес үйленген. Ол әйелі бала үстінде қайтыс болыпты. Ол кезде Әнестің әкесі де шешесі де тірі болған. Әнестің 3 баласын бағып өсіруге әке шешесі барын салыпты. Кейін кемпір мен шал уәделесіп алғандай, бірінің артынан бірі қайтыс болып, 12 жасар, 10 жасар, 8 жасар ұлдарымен Әнес отбасында бір өзі қалып, мектепте мұғалімдік сабағы әжептәуір беріп жүрген көрінеді. Күндердің күнінде осы мектепке институтты жаңа бітірген Гаухар атты бір қыз облыстан арнайы жолдамамен жұмысқа келеді. Ол орыс тілі мен әдебиеттен сабақ беріпті. Осы қызға әйелі өліп бойдақ жүрген Әнесте мектеп директоры Төлегенде өлердей ғашық болыпты деседі ел. Алайда Гаухар бұл ауылдың мектебінде директор Төлегенді де, Әнесті де менсінбеген. 7 ай өтер-өтпесте кетіп қалған. Мен қызға көңіл білдіргенінде менен жасың үлкен, әрі 3 баланың дырдай әкесі. Сізге ұят емес пе? Менімен қосарланасыз, отбасыңды құрып ал, жасың кіші деп қайта маған жол ашпайсыз ба деп, мектеп директоры Әнеске беретін сабағының сағатын қысқартып, кесіп тастайды. Мінезі бар Әнеске мектеп директорының өктемдігі ұнамайды да, аудандағы білім беру басқармасының атына шағым жасайды. Жоғары жақтағылар Төлегенді қолдайды. Жасалған шағым нәтижесі қалады. Бұл ел тәуелсіздік алып одақтың ыдырап, ауыл жұртшылығына таныс емес нарықтың енді келіп жұмыссыздықтың белең алған кезі. Ауылдың да жағдайы күрт төмендеп, көпшілік жұрт қолдағы бар малын сатып, енді күн көріс қамы қалай болар екен деп қобалжумен жүрген. Міне алғашқы арақ ішу Әнесте осы кезде басталған. Мектепте қызу болып келген Әнесті бір күні мектеп директоры педагогқа жат қылық көрсеттің деп жұмыстан шығаруға бұйрық береді. Өз ауылынан көршідегі нағашы жұрттың ауылына қоныс аударуға мәжбүр болған Әнес сол жақтың бастауыш сыныптарына сабақ беруге әрең дегенде жұмысқа қабылданады. Көмісайды Әнеске үгіттірген сол жақтағы мектептің бірі еденін жуып, екіншісі түнге қарауыл болып жұмыс істейтін жақын жеңгелер екен. Заман болса мынандай, коммунизм деген құрды. Ауылда жұмыс жоқ. Өз басын асырай алмай жүрген жігіттер саған үйленгенмен асырай алмайды. Әнес мектепте мұғалім, өзі бір тоға жігіт сияқты. Бюджеттің жұмысында тұрақты ақша беріліп тұрады. 3 баласына оң көзімен қарасаң болды. Олар да оң солын танып қалған балалар ғой. Сенің қолғанатың болады. Шешесі өлгелі бері қайбір жыл сөз естіп жүр дейсің. Мынандай уақытқа тап келді. Бауырыңа тартып айналайын деп жылы жұмсақты ауыздарына тосып отырсаң, ер балалар қыздарда емес. Бауырға сіңгіш, тез үйренісіп кетеді. Ертең өссе бөлек-бөлек үй болар. Жан-жаққа отау тігіп кетеді. Екеуінің өз балаларында болар. Еркекке жас үлкендік ештеңе етпейді. Сені қартайтатын шамасы бар. Төре қыз-ау, келіс деп жеңгелері екі жақтан Әнесті мақтап, 7-ші сыныпты бітірген үйде отырған, алысқа оқуға баруға отбасының ыңғай келмеген 18-ге толар-толмас Көмісайды Әнеске тұрмысқа шығуға келістіреді. Алғашқы жарты жыл барлығы жақсы болады. Балалар да Көмісайға үйренді. Бәрі де тәртіптақ, сабақтарына да жақсы. Оның үстіне еңбекқор.
Апалап Күмісайға үй шаруасының бәріне көмектеседі. Тек көңіліне қона алмайтын әнес, балаларға өте қатал. Бір шамалы елеусіз нәрсе үшін баланы боқтап, шалбарынан қайыс белбеуін алады да сабай бастайды. Күмісай арашаға түсіп, "Тимеші оған, ойбай-ай, тимеші" деп шырылдап жүргені. "Сенің жұмысың болмасын, шық үйден" деп Күмісайды да қайыс белбеумен арқасына салып жіберетін шығарды. Аузына келген боқтық сөздердің бәрін боратады келіп. Бұрын орта мектепте математика пәнінен сабақ берген, оқушыларға тәрбие көрсеткен мұғалім болғанына мұндайды көріп сену қиын. Күйеуі әнестің жағымсыз қылығы күннен күнге осылай үдей түсті. Бақытты боламын деп келіп, сорды құшқан Күмісай бірнеше мәрте кетіп те қалғысы келген. Мен кетіп қалсам мына балалардың күні не болады деп бір ойлады. Анасынан жетім қалып, әкесінің мейірім көрмеген өңшең ер балалар жаман бұзық жолға түсіп кетеді-ау деп, екінші ой тағы да тоқта дегенге әкелді. Өзі бала көтере қоймады. 2 жыл өтпей-ақ Күмісайдың қыз күнгі ажары солғын тартып, жібектей мінезі әнестен орынсыз қаталдық көрген соң қатқылдана бастады. Бір күні бұдан қорқып күнде өлгенше, бірақ өлейінші деп қасына жақындап, "Неге айқайлай бересің? Неге? Сорлы балапандарды ұрған қолың сыныпта қалмайды екен сенің. Ішіп келдің бе, жатсайшы. Тыныш үндеме, берекен алма" деп барынша даусын көтеріп, "Әй сен қатын, маған дауыс көтеретін кімсің? Әкеңнің аузын, 77 әкеңнің. Тиме апама, тиме" деп жанжыра үлкен ұл Естияр келді ентелеп арашаға. Сен қатын, өз баламды өзіме қарсы қойғың келе ме? Көрсетем мен саған, көрсетем." Ол сарайға бет алды. Сарайда үлкен ет шабатын балтаны ұстап келеді. "Апа, кетейік, бұлай кетейік." Естияр Күмісайдың қолынан тартып, әрі қарай сүйрей жөнелді. Әнес балтаны лақтырып үлгерді. Балта тарс етіп, Күмісайдың арқа жағынан жетер-жетпес жерге түсті. Бұлар аман қалды. "Енді бармайық үйге апа." Естияр әбден әкенің сабағанынан зәрезап болған ба, денесі дір-дір етеді. Бұлар күздің салқын күнде ұзақ уақыт сыртта жүрді. Мүмкін енді ұйықтап қалған шығар деп, үйге келсе үйдің есігі іштен тарс кілттеп қойыпты. Естияр, "Апа, мен терезеден түсіп көріп келсем қайтеді" деп ұсыныс жасады. "Қой, терезеден қалай түсесің? Сындыруға болмайды. Өйтсең ертең қайта таяқ жейміз. Қорада мал дегенде жалғыз сиыр бар. Және 3 қой." Екеуі қораға жылынуға келді. Күмісай сабанды жерге төсеп, қасына Естиярды алып құшақтасып, екеуі бір-біріне жылу бере көздерін іліндірді. Осындай ұсқынсыз тіршіліктің соңы болмады. Қайталана берді. Көршілер де жақын ағайын туыс нағашылары да кейде әнеске ақыл айтатын болды. Жұрттың ақылы оны одан сайын ызаландырды. Күмісайдың өзі бұл күндерде құр сүлдері жүр. Кейде жүрек тұсы да шаншып, демін алдырмай тастайды. Дәрігерге көріну керек. Нарық деген пәлені қайдан көрген? Ауылда жұмыс істейтін фельдшерлік пункт жабылған. Қара құлып тұр қазір онда. Әнеске жақын нағашылар, басқа да қатысатын жекжат ағайын туысқандар ыдырап, күн көріс қаммен жан-жаққа көше бастады. Бәрі қарап тұрсаң өздерімен өздері. Бұрынғыдай біреуден бір тиын қарыз сұрай алмайсың. Ол сенің қайтарып беретініңе сенбейді. Сол себепті сылтау айтып, өзімізде еш нәрсе болмай тұр дейтін болды. Осы ауылдағы бастауыш мектепте жабылудың алдында бюджет тапшылығына байланысты мұғалімдер қысқартылды. Әнес сол қысқаруға бірінші болып ілігіп, мұғалімдіктен босады. Бұл жақсы сылтау болды. Ішкілікке енді бір жолата берілді. Қырыну болмағандықтан Әнестің сақал мұрты өсіп, нағыз маскүнем кейпі киді. Енді үйден Әнес пен балаларды қалай аш қалдырмау керек. Бұл міндет Күмісайдың мойнына түсті. Ауылдан 3 шақырым жерде темір жол бекеті номері 15-ші разъезд бар. Сол разъезге кейде неге екенін ешкім білмейді, жолаушылар пойызы 1-2 минут аялдайды. Күмісай ауылдың басқа елдерінен көріп, үйреніп аз уақытта аялдайтын жолаушылар пойызына сиырдың сүтінен ұйтылған қатық, тауығы барлар жұмыртқа тағы да қолдан пісірілген дәмдерін сататын болды. Үйдегі балаларға талғажу жасау бұл да түскен табыс бірде жетіп бірде жетпей қалады. Тағы да 2 қыз 2 көктем келді. Естияр 10-шы сыныпты бітірді. 17-ге толды. "Апа, мен қалаға кетем дедім ғой. Енді шын кетемін. Орта білім алдым. Әскерге дейін қалада жұмыс істеймін. Вокзалға барып жүк тассам да бір ретін табамын. Сосын кейін қасыма сізді, Есша мен Ержанды аламын." Әкесіне көңілі қалған болар. Әкесін ол кезде аузына алған да жоқ.
Естияр аттестат алған күні Күмісай Естиярды бұл жолы расы керек тоқтатқысы келмеді. Оны да түсінді. Түсіне отырып, әкесінің қылығынан мен сияқты ол да қажыды. Сыртта жүріп өзінше әрекет етсе етсін. Орыс халқының балалары да жүреді ғой. Әке шешесі бір елде, өздері бір елде. Мүмкін еркін жүргенде пісіп қайта шыңдалар. Мен неге болса көніп Ержан мен Есжанға қарай тұрайын. Бұл балалар жаман емес. Тек жөнді тәрбие көре алмай жүрген болмаса деп ойлады. Баламау, сенің жолыңа ең болмасын аузын аулақ тиын тебен керек емес пе? Мына сиырдың бұзауын сатуға обал шығар. Ана қойлардың біреуін сатайық. Мұны әкеңе айтпай-ақ қояйық. Ақшасын араққа сұрайды. Білмей-ақ қойсын. Бәрібір ол ненің бар ненің жоқ екенін аңғарудан қалды деп Күмісай Естиярмен ақылдасып, апа, сатсақ сатайық, бірақ сол қойдың ақшасын мен түгел алмаймын. Сіздерге қалсын, мұнда да керек қой деп Естияр жеңілдеп қалды. Енді бұл ауылдан қой алушы табылсайшы. Бәріне сатып алатын көк тиын жоқ. Сендер сойып жіліктеп сатыңдар. Жұрт ет жеп шекелері шалқып отырған жоқ. Азын-аулақ етке өздері үшін тиын тебен тауып береді деп біреу ақыл айтты. Күмісай мен Естияр мұны дұрыс деп тапты. Сөйтіп қораға қара қойда келіп, Естияр оны бауыздап, пышақпен енді жіліктеп жатқанда, әлгінде ғана төсекте бүк түсіп ұйықтап жатқан әнес келе қалсын. Әй, қойды не істеп жатырсыңдар, әкелеріңнің аузын. Сендер мені адам деп ақылдасудан қалдыңдар ма? Ей, мені өлді деп ойладыңдар ма? Ей, қойды кімге сойып жатсыңдар, а? Мен өлген жоқпын, әкеңнің сендерді өлтірем, қазір өлтірем деп, әнес аюдай ақырып қайыра үйге бет алсын. Апа, мен білсем әкем мылтыққа кетті. Өткенде ескі мылтығын оқтап отырғанын көргенмін. Ол қазір екеумізді де аямайды. Күмісайда Естияр аман қалсын деген бір ғана ой болды. Әнестің соңынан ала жүгірді. Расында Естияр айтқандай қолына мылтығын ұстаған әнес осы кезде тура табалдырықтан бері аттай берген. Күмісай бар екпінмен әнесті қос қолмен кеудесінен итеріп кеп қалды. Әнес шалқасынан құлап түсті. Шүріппеден оқ тарс етті. Табалдырыққа шүйдесімен құлаған әнестің мұрнынан бірден қызыл қан атқылай бастаған. Артынша көз аларып, қолындағы қаруын жерге сылқ тастай берді. Күмісай не болды не қойды түсінген жоқ. Естиярға оқ тиіп кетті ме деп ойлаған. Баланың тірі сұлбасын көріп, демін ішіне алды. Қанды оқиғаны Естиярдың да бірінші көруі. Не болып не қойғанын бірден ол да табанда ажырата алмады. Анық ажыратқан әкесінің көз аларып, мұрнынан қан сорғалап жатқаны. Балам, мен әкеңді өлтірдім балам, қатты екпінмен итердім. Мына босаға жақа, табалдырыққа дей берді дірілдеп. Сөйтті де сұлап жатқан әнестің қасына отыра кетті. Қанша уақыт өтті белгісіз. Өліктің қасында екеуі де мелшиді. Апа, тұр, тез тұр апа. Папаны екеулеп қора жаққа апарайықшы. Бұл жерде есік алдында болмайды енді. Үйге де кіргізбейік. Ойласу керек. Тез апа, тұр, тез деп Естияр бір кезде асықтыра бастады. Күмісай Естиярдың айтқан істей берді. Екеуі әнесті сүйреп, мал сойылған жерден әр түкпір жағына келді. Бұл кезде нағыз түс мезгіл еді. Есіктің табалдырығын Естияр тазалап сүртті. Қолына қол ілеспей, шапшаң қимылдап жүр. Бұл кезде есіне әлде келе алмаған Күмісай сойылған қойдың қасында отырған, болдаған, жаңағы көргенде ған. Жүрек дүрсілі үдемесе басылған жоқ. Естияр қасына келді. Апа, деді ол Күмісайға жақындап. Папамды сен әдейі өлтірген жоқсың ғой. Өзі құлап қалды. Осыны айтты да үнсіз қалды көпке дейін. Сосын барып сөзін тағы жалғастырды. Қаншама азап көрсетті біздерге. Өзі кінәлі, бір жағынан мылтық алып. Егер сен оны итермегенде, оқ не маған не саған тиетін еді. Апа, бер қарашы. Көрген мен ғана ғой, мен ешкімге айтпаймын. Екеуміз ғана білеміз. Апа, енді жыламашы апа. Естияр Күмісайды жақсы жұбатты. Бір кезде өзі солқылдап көз жасын төксінай келіп, папай, деді, біраз отырды. Ішсе де ұрса да туған әкесі, табан астында өлді де қалды. Бір жағынан аяныш бар, бір жағынан қандай ой бар, ішінде өзі де біледі. Өксігін баса алмады. Милицияға хабар берейік. Олар мұның осылай өлгенін білуі керек. Қасақана жасаған жоқпын. Мен оны тоқтатқым келді деймін ғой. Шындықты түгел айтайық, деді Күмісай, әлден соң мұрны пысылдаған күйі. Апа, шындық бізге көмектеспейді, қайта бізді құртады. Сен неге итересің? Өлім содан болды деп сені түрмеге жабады.
Осы керек пе саған, немесе маған? Екеулеп өлтірдің деу де мүмкін. Екеуміз түрмеде болсақ, Ержан мен Есжан кімге қалады? Бандиттер келді. Мылтықпен шықты, содан оралмады дейміз. Ана ұзын жаптың бойында бір ескі құдық болған. Қазір сол құдық бос жатыр. Айналасын қалың қамыс басып кеткен. Өткенде мен сиыр айдап жүріп көргенмін. Бұрын ішінде су жататын. Қазір түкте жоқ. Міне папамның көмілген қабір сол жеренді. Ешкім білмейді. Білдіртпейміз. Ал мына сойылған қойдың етін тез бөліп, кешке дейін өткенше сатып келейік. Сатылмағаны үйде өзіміздің көже қатығымызға қалады. Ананы деді әкесі жатқан жақты нұсқап, түнде реттейміз. Күмісайдан Естияр ер бала болғандықтан ба, ой терең, әрі ақылды әрі қайсар болып шықты. Айтқандай кешке дейін қойдың етін бөлініп сатылды. Үйдегі аш отырған балаларға Естияр сол жақтағы дүкеннен жейтін тәтті тоқаш пен кәмпитті әкеліпті. Олар соны қаужаңдап жеп мәз болып ойнап жүр. Күмісай бүгін сойылған қой етінен тамақ істеуге де әлі болмады. Өз-өзіне келе алмауда. Кеш қараңғылы бұрынғыдан кешіккендей. Бүгін айдың да жарығы мол. Осыған дейін Естияр үйден ескі киіз тауып алып, оған әкесінің мүрдесін орап байлады. Мүрдені сүйрететін тақтай сияқты бірдеңені тапты. Бұрын электр жарығы жарқырап тұратын бұл ауылда нарық келгелі қараңғылыққа үйренген. Жаққандар сығыр айтып шам жағады, шам жақпағандар ерте жатып қалады. Темір жол бойынан өтіп жатқан кешкі жүк пойыздарының, паровоздардың ғана алыстан жақ жарығы көрінеді. Артынша жоқ болады. Бұрын Күмісай қалай байқамаған. Көктемнің кеші тым ұзақ екен-ау. Батып болмады. Тіршілік деген тоқтамай жалғасып жатыр. Ішкі ой тыныш болмаған соң ба, селк еткен дыбысқа өзгеше қыбырға сезіктене, дәл осы жағдайға үйге бөтен біреу келіп қалмады мекен деп сезіктеніп отырады. Ешкім көрмей, ешкім сезбей, тезірек құдыққа көміліп тасталса екен. Мен адам өлтірдім қалай, лезде қалай, мен тіпті қалай қатты итеріп жібердім, дей береді іштей өз-өзіне. Естияр бірақ сәтте ересек болып кеткендей көрінді Күмісайға. Оның айтқанындай, әнестің мүрдесі құдыққа тасталды. Мылтықта қоса көмілді. Түн жарым ауғанда үйге келіп екеу төсекке құлағанша ешкімнің көзіне түскен жоқ. Әнес осылай 1995 жылы мамырдың 30 күні жоғалып кетті. Туған туыстарға Естиярдың құрастыруы бойынша бүтіндей көркем шығарманың желіші жасалып, ол ауызша былай айтылды. Құданың құдіреті тез арада ақша тауып беріңдер деп беттерін бүркемелеген біреулер келіп үйге. Әнес мас күй оларға айқайлапты. Ақшаларың болса маған беріңдер. Маған да керек сол ақша деп. Ана бандиттер, үйіңді өртеп бала шағаңды қырып кетеміз, тап ақша деген. Өй әкелерінің аузын депті Әнес оларға. Қазір мен сендерге көрсетейін. Үй ішін қырғанды. Сөйтіп үйден мылтығын ала шығыпты. Бір рет сарс еткізіп атыпты. Сосын аналар қашты ма, соңынан Әнес қуыпты. Күмісай сүт сатып разезден келе жатыр екен. Алыстан байқапты Әнесті. Мылтық ұстап кетіп бара жатқанын. Кімге хабарласын? Дәл осы жерде милиция жоқ. Келе қоятын. Көргенін Естиярға айтыпты. Естияр сол күні сол маңайдың бәрін шолып қарапты. Папамды бандиттердің біреу мылтығын тартып алып өлтіріп кеткен жоқ бекен деп табылмапты. Бір күн, 2 күн, 3 күн. Міне осы жағдайда ауылдық милицияға ауызша айтып, одан кейін жазбаша қағазға түсіріп, Күмісай баласы екеуі Әнес мына күннен бері жоқ. Қолында мылтығы, үстінде мынандай киім бар деп жоғалған туралы өтініш жазып қалдырды. Ағай жақсы адам еді, бізге сабақ берген. Ол кісіні іздестіреміз, табамыз. Аудан облысқа хабарлаймыз деп милиция жігіт өтінішті алып қалады. Біреудің жоғын біреу іздеп қоятын заман емес. Ауылдық милициядан да аудан жақтан да іздеушілер бөтендей із кесіп жатқан байқала қоймады. Милицияның талабы бойынша жергілікті газетке, телеарналарға Әнесті суретмен шығарып, жоғалған туралы хабарландыру берілді. Ешкім ол жерде көрмепті. Табылмады. Бұл оқиға 1 жылдан соң суи бастады. Естиярдың тікелей талабымен сол тұрған ауылдан Күмісай қалаға көшті. Алғашқыда пәтер жалдап тұрды бәрі. Күмісай қаланың қара базарында қарапайым саудамен айналысты. Біреуден көтермелеп көкөніс шидек сатып алып, оны екінші жерге бағасын үстемелеп сатып, үстіне азнаулық көрген тиын тебенмен 2 ұлды қала мектебінде оқытты. Естияр бұл уақытта әскерге барып, бұрынғыдан да есейіп шыңдалып келді. Сырттай заң техникумын бітірді. Нотариат кеңсесінде жұмыс істейтін болды. Есжан мен Ержан да Естиярдың кеңесімен 8-ші сынып бітірген соң кәсіптік техникалық училищеде оқып,
техникалық мамандықты алды. Екеуі техникалық жөндеу станциясын ашып, жеке бизнеспен айналысқанға көп уақыт бола қойған жоқ. Әнес жоғалған арада 10 жыл өтті. Бір күні Күмісай Қалижан қызды іздеп жүрміз деп үйге милиция формасын киген бір жігіт келді. Ол Бірлестік ауылынан келіп тұрған. Күні кеше Уәли деген малшы ескі құдықтан бір өлікті тауып алған хабарлаған. Енді сол жерде мүрде жоғалды деп жүрген. Әнес Оразбаев емес пе екен деген болжам бар екен. Және станықтауға, яғни өлген адамды тануға машинамен қазір бірге жүру керектігін айтты. Бұл хабар Естиярға жетіп, ол да бірге жүрді. Күмісай іштей қуанды. Әнестің жан баласы көрмейтін, құдықта жатқан қинайтын. Себебі қалайда осы ашылып, мейлі мен кінәлі болып түрмеге кетсем де, әйтеуір Әнестің сүйегі жұрт жатқан зиратқа жерленсе, атын атап, Құдайсын беріп Құранын оқытсам, мені Алла кешірер деді жолда келе жатып. Айтқанындай осылай болды. Ешкімде бұл оқиғаны Күмісай мен Естиярдың қатысы бар екен-ау деп сезіктенбеді. Ондай сезіктену ойларында болған жоқ. Бандиттердің ісі мылтығын қоса көміпті. Қарудан құтылғысы келген ғой сезіктілер деді. Ой, жол кісіні тонаушылар, адам өлтірушілер әр ауылда көп болады ғой. Мал бағып жүрген біздер сонда қатты қорқатынбыз. Мына темір жой сондай болды ғой үнемі. Не бір түрмеден қашқандар бар. Осындай бандиттер бар, поездан түсе қалады да ауылдағыларға келіп сес көрсетеді. Балам, әкеңнің иманын берсін. Кісі қолынан өлген адамның жаны пейіште болады дейді. Әкеңнің рухы пейіште шалқуда қазір деді. Құдықтан мүрдені шығарғанда Уәли ақсақал. Енді бұл жартылай шірген сүйекті молалар қайыра жудырмаса керек. Бірақ осы күйінде қалай жерленеді? Оны ертең өздерін иманнан сұрап біліңдер. Бұл құдықты қалай тауып жүрсіз? Айнала толған ақбас қурай. Құдықты компас арқылы таптыңыз ба? Құдық болған деп осы жерде ешкім ойламайды деп сұрақ қойды милициямен бірге жүрген бір жігіт. Мал баққан адам бәрін табады. Менің бар ғой, мынау Ботабай қыстауынан әрі Ілияс жайлауынан бері ар жағында бір қазан, бер жағында қос құдықтың аралығында қолмен қазылған қанша құдық барын білем. Нанар болсаң бұрын осы құдықты өзің қазғанмын. Онда әкем марқұм тірі. Ол кезде 40-тағы кезім. Суы дәмдақ болатын. Малға да адамға да жететін. Өйткені ана етектегі дария жақын ғой. Ылғалы мол. Қазір ғой дария төмен түсіп кеткен соң айнала қурап. Құдықтан судың шығуы қиын болып тұрғаны. Қаладағы жүрсін балам бар емес пе? Өзі мен сияқты малсақ кредитке ақша алып, 20 сиыр 100 қой сатып алып, көке ерсін ауылда жүр ғой. Мал бағып көрсін деп сіз сияқты. Сіз қасында көмекші боласыз. Өзіміздің ата қоныс бар деп, мына інісіне шаруа қожалығын ашып берді емес пе? Бұл жердің рас малға оты қолайлы, бірақ су жағы қазір қиындау. Өйткені дария қашықта қайда анау қырға төмендеп кетті. Содан құдық қазбақшы болып бір-екі жерді қаздырып едім, суы тереңнен шықпады. Қазушылар қиналды. Есіме өзім қазған құдық осы түсті. Іздеуді бастадым ғой сосын. Әй үлкейгендік қой. 2 күнім кетті. Қасыма кенжеұлы мына ерсінді ертіп жүргенмін. Әр жердің ой шұңқырымен таныстырайын деп. Не керек 3-ші күнде осы құдығымды таптым. Бұл құдық бар ғой. Негізі біреу әдейі көмген байқадым. Мұндай жермен жексен ізсіз қалуы тиіс емес. Ескі құдықтардың жайын жақсы білем ғой. Үстіне шөп өсіп кеткен. Байқалмайды мүлде. Міне анау дариядан тартылған канал. Каналдан тартылған үлкен жақтың жағалау арқылы із салдым ғой. Кетпенді алып біраз жер тереңдетіп шаштық. Бір уақытта мына баламның күрегі сүңгіп те кетті. Құдай-ау десей, құдықтың ернеуі көрінді. Содан жан-жағына кеңейтіп қазып жатқанды күректің ұшы сақ етті. Темір дегеніміз мылтық. Ар жағын енді айтпаймын. Осы ғой көріп тұрғандарың. Алғашқыда ерсін өлбіреп жүн боп кеткен киізді көре салысымен, көке мына оралға көмбе болар. Біреулер алтын бап ағалы затты көміп қойған шығар дейді маған. Мен де ентеледім. Қане деп, сөйтсем аста апралла. Тік күйінде бас жағын жоғары қаратып көмген адамның денесі ғой. Не ойлайтыны бар. Баланы атпен шаптырды милиция жақа. Өздерімен көрсін, келіп осылай деп осылай мүрде жатыр белгісіз біреудің деп. Милиция да келді, жарты күн салып. Ата осылай тұра берсін. Әзір ашпаңыз. Офиске барып тіркеу журналын қараймын. Жоғалған адамдардың тізімін көремін деп милиция қайта кетті. Міне енді көріп отырсыңдар. Жарықтығай, әнес екен. Балаларды оқытқан мұғалім ғой бұл. Марқұмды білемін.
Заман қиын кезде шіңкіреп жүргенін көргенмін. Сосын естігенбіз, жоғалып кетті деп, енді табылып отыр. Ата, осы құдықты қазір қазса су шығады деп ойлайсыз ба деп сұрақ қойды тағы біреуі Уәли ақсақалға. Неге шықпайды? Шығады. Енді бір айналып келсең осы құдықтың балдай суын таттырам саған. Уәде. Сізге рахмет. Әкемді тауып бердіңіз. Құдығыңыздың суы мол, әрі дәмді болсын деп сыпайы тіл қатты Естияр. Айналайын, әкең иманды болсын балам. Аға, сізге көп рахмет. Алла риза болсын деді. Күмісай да Естиярдан кейін қартқа жанарын тіке сала алмай. Бұл құдықтан табылған көмбе хабары ауылға жақсы жаңалық болып тарады. Әнесті балалары көрші ауылда баяғы ата әжесі жатқан зиратқа жерледі. Онсыз да жүрегі сыр беріп жүрген Күмісай құдықтан мүрде алынған күнақ жедел жәрдеммен бірден ауруханаға түскен. 10 күннен кейін қайтыс болды. Енді үйленемін деп жүрген Естиярға бұл қаза қабырғасына қатты батты. Бала күннен қабағына қарап туған анасын жоқтатпаған, өзіне шексіз қамқоршы болған Күмісайдың жылын өткізгенше үйленуді шегерді. Мүмкін кездейсоқтық, мүмкін тағдырдың белгісіз тылсымы, Естияр 3 айға жетпей жол апатынан мерт болды. Әнес жоғалып, өз табылып еді, әйелі мен баласын қосақтап қасына бірден алды ғой деді. Зират басында Естиярды жерлеп жатқандар. Барлық оқиға сырын қара жер жұтып қала берді. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Өріс Яшқұрғызы. Әңгіме ұнаса, лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар.